ArcelorMittal теміртау кірісін 20 миллиард теңгеге азайтып көрсеткен және өзге компанияларға қарызы барын бас прокуратура мен үкімет растады. Бас прокурор Ғазиз Нұрдаулетовтың айтуынша, қаржы министрлігі тексеріс жүргізген. Нәтижесінде ArcelorMittal Иран мен Қытайға экспортталған тауардың бағасын түсіріп жіберген. Салдарынан Қазақстанға төленген салығы азайған. Еске салайын, өткен жылдың соңында мәжіліс депутаты Азат Перуашев ArcelorMittal кәсіпкердің құқын бұзды деген мәселе көтерген еді. Болат өндіруші кәсіпорын отандық компаниялардың алдындағы міндеттемелерін орындамаған. Сондай-ақ шетелдік алпауыт табысын жасырып, салығын азайтып көрсетудің неше түрлі айла тәсілдеріне барғаны. Мало того, что огромные суммы. Олар шетелдік қожайындарына жыл сайын $500 миллиард көлемінде ресми табыс әкеліп отырды. Бұл жасырын кірістерін айтпағанның өзінде. Осыған қарамастан ArcelorMittal қазақстандық компанияларға келісім шарт негізіндегі төлемдерін жасамай отыр. Яғни өз міндеттерін орындамауда. Біз Ақжол партиясы бизнес қауымдастықтың құқығын қорғау үшін үкімет басшысы мен бас прокурорға осы мәселеге назар аударуларын сұраймыз. Қазірдің өзінде Болат кәсіпорны қазақстандық компанияларға 1 миллиард теңге қарыз. Сондай-ақ ArcelorMittal теміртау компаниясы Қазақстаннан қазып алынған темірді өзінің Біріккен Араб Әмірліктеріндегі компаниясына тоннасына $1 ғана қосып сатып отырған. Кейін ол компания Болатты әлемдік нарықтағы баға бойынша сатылымға шығарған. Тиісінше елімізге төленетін салықта металдың тоннасына қосылған $1 ғана алынып отырған.